Ассаляму алейкум қыздар. Міне сочинки жасаймыз. Менімен бірге дайында. Ол үшін сливочный май 100 грамм, 2 ас қасық қант, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ, жақсылап тұрып араластырамыз. 300 грамм ұн, 1 шай қасық разогретель саламыз. Жұмсақ тесто жасаймыз. Міне тесто шықты. Тоңазытқышқа 15-30 минутқа. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Сүзбе 300 грамм, қант 50 грамм. Кукуруз крахмалы 1 ас қасық, 1 жұмыртқа. Кукуруз крахмалы болмаса, картофелин крахмалы да бола береді. Блендермен еземіз, немесе миксермен де болады. Қыздар, міне қамыр, яғни тестаны шығарып, осылай жасаймыз да, бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Мен үлкен бөліктерге бөлдім. Сіздер кіші қып та жасауыңызға болады. Міне қыздар, осылай жаямыз. Салмасын салып, бетін жабамыз. Міне қыздар, жасап болдым. Енді жұмыртқаның сарысын осылай жағып шығамыз. 180 градуста 15-25-30 минуттай пісіреміз, яғни қызарғанша. Одан кейін ағаш таяқшамен тексереміз. Әркімнің пеші әртүрлі ғой. Міне қыздар, пісті. Енді сахарный пудраны септім. Егер ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыздар.